Саламатсыздар ма, құрметті Қарасай ауданының тұрғындары? Менің есімім Олжабаев Нұрлан. Мен Қарасай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын бақылау басқармасының басшысымын. Бүгінгі қозғалатын мәселе бұл снюс шегуге арналмаған темекі және темекісіз өнімдерді сатуға, өндіруге және таратуға тыйым салу туралы Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің қаулысын орындау болып табылады. Жастар арасында темекі тұтынуды жаһандық шолудың, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының аурулардың алдын алу және ауруларға қарсы күрес орталықтарының бірлескен бастамасының нәтижесінде бүгінгі күні жасөспірімдер арасында шегуге арналмаған темекі өнімдерінің тұтыну қарапайым темекі тұтынудан едәуір жоғары екендігін көрсетті. Қазіргі уақытта синтетикалық жолмен шығарылған психикалық белсенді заттардың жаңа түрлері Қазақстанның өңірлерінде тарап жатыр. Үйлердің қабырғаларына есірткілерді сататын сайттарға апаратын QR-кодтар Қазақстанның ірі қалаларында көптеп кездесуде. Бұл тауарларды сатып алу осы офлайн дүкендерінен, сонымен қатар ойын-сауық орындарынан қолма-қол сатып алу арқылы жүзеге асырылып жатыр. Жасөспірімдер мен жастар арасында шегуге арналмаған осы темекі және темекісіз өнімдерді тұтыну кеңінен таралуда. Құрамында 20 миллиграммнан 250 миллиграммға дейінгі никотині бар қазіргі таңда снюс деп аталатын өнімдер кеңінен таралуда. Құрамында никотиннің көп болуына байланысты бұл снюстерді тұтыну жүйке жүйесінің уытты бұзылысына алып келеді. Сананың бұзылуына және одан ары дене және мінез-құлық бұзылыстарына тәуелділігіне алып келеді. Никотиннің өлімге алып келетін мөлшері бұл 1 килограмм салмаққа 0,5-1 миллиграмм мөлшерін құрайды. Ал дене салмағы аз балаларға, жасөспірімдерге бұл өнімді пайдалану өлімге алып келуі мүмкін. Сол себепті бүгін сіздерге осы снюс өнімдерін тұтынуды шектеу бойынша айтып кетуді жөн көріп отырмын. Пайдалану кезінде снюс қызыл иек пен ерінің арасына салынады. Соның салдарынан ауыз қуысының шырышты қабатының қабынуы, қызыл иектің қабынуы, одан әрі онкологиялық ауруларды тудыруы мүмкін. Бұл көптеген халықаралық зерттеулермен расталды. Снюсты тұтынатын қазақстандықтардың мөлшері 10,1%-ді құрайды. Және егер снюсты шегуге арналмаған темекі және темекісіз өнімдеріне қолжетімділікті шектеу және халық арасында кеңінен ақпараттық жұмысты жүргізу бойынша кешенді шараларды қабылдауды жөн деп көріп отырмыз. Бұл бағытта біздің басқарманың бастауымен мектепке дейінгі мекемелерде балалар арасында осы өнімдерді пайдалануды шектеу бойынша ақпараттық насихат жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар жергілікті атқарушы органдармен бірге құқық қорғау органдарының білім беру бөлімінің мамандарымен бірлесіп ақпараттық насихаттық жұмыстарды, сонымен қатар кәсіпкерлер арасында Атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдерімен жүргізуді бастап отырмыз. Біздің басқарма мамандарымен бүгінгі таңда дүкен сөрелерінен, сауда-саттық ойындарынан осы снюс өнімдерді сатып алу бойынша оларды мониторинг жүргізу жұмыстар жүргізілуде. Бірақ бүгінгі таңда біздің Қарасай ауданынан аталған өнімдердің өнімі табылған жоқ. Егер біздің аудан арасында сауда-саттық орындарынан егер осы өнімнің сатылып жатқанын байқаған болсаңыздар, біздің басқармаға хабарлама берулеріңізді сұраймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мерекелік күндеріміз қызықты өтіп, халқымызда ешқандай келеңсіз жағдайлар орын алмауына тілектеспін.